Сиракузы, Сицилия. Біздің ерамызға дейін 2012 жыл. Терсиус, неге келдің? Генерал Марцел болған жағдайға кешірім сұрайды. Ол Архимедтің есімін жаңғыртып, естелік қалдырғысы келеді. Ол өкінгеннен Архимед тіріліп келер ме екен? Оның естелігі мені құшақтап жасаған тамағыма бір ауыз мақтау айта ма? Жоқ, бірақ есімізде мәңгі сақталады. Немерелер мен шөбірелер, күллі ұрпақтарымыз оқитындай тарих жазып қалдырсам деймін. Міне бәрі осында. Идеялары, формуласы, жаңалықтары. Қалағаныңды алда жаза бер. Жоқ. Мұның бәрі қағаз ғой. Жансыз мылқау қағаз. Оның қандай адам болғанын сен ғана айтып бере аласың. Жарайды. Ендеше ұзақ әңгіме тыңдауға дайын бол. Ғұлам адамның өмірі әлемнің тәртібінен де күрделі келеді. Есептің шебері Архимед. Юпитер, Марс, Сатурн. Жер өз алдына бөлек өріс. Оның сыртында көзге көрінбейтін тағы бір өріс бар. Ай сол өріспен бірге жерді айналып жүр. Біз оны қайдан білеміз? Өйткені ғалымдар көп ойланып сондай шешімге келген. Оларда қателесуі мүмкін ғой. Гераклдың атымен ант етейін. Балаңнан бірдеңе шығады Фиди. Тіпті мен де бас астрономмен салғыласпаймын. Сиракуз патшасы болсам да. Баланың өз пікірі бар екен. Демек, ақылы бар. Оның үстіне пікірін ашық айтатын жүректі. Біз оны Ойкумендегі ең әйгілі данышпандардың білім алуға жібереміз. Міне, солармен салғасып көрсін. Ал енді бізге жұлдыздар туралы айтып берші. Ана бір жарқырап тұрған жұлдыз қалай аталады? Ана бір жарқырап тұрған жұлдыз шолпан деп аталады. Герон патша Архимедтің бойындағы дарынды жазбай таныды. Сөйтті де оны Александрияға оқуға жіберді. Оның мектебінде Евклид сабақ беретін. Бала Архимедті ғылым әлеммен таныстырғанда сол Евклид болатын. Оған Александрия кітапханасының бай кітапханасына есік ашылды. Архимед ол күндері өмірінің ең бақытты сәттері ретінде еске алатын. Бірақ баянсыз ештеңе жоқ. Архимед 20 жасқа келгенде Герон оны елге шақырып алды. Бүгін сен 20-ға толдың. Мектептен түлеп ұшатын уақыт жетті. Бірақ мен сені көндіруге келдім. Үйіңе қайтпай, осы жерде қал демекпін. Қал дейсіз бе? Бұйрықты қайтем. Бұйрықтан дарын қымбат. Александрия әлем ойшылдарының ошағы. Тек осы жерде ғана сенің дарының шыңдалып, жарқырай береді. Патшамның сөзін қалай жерге тастаймын, әкеме де уәде бердім. Патша атаулының бәрі бірдей. Қызметке жегілгеннен басқа не күтіп тұр дейсің? Герон ондай емес. Ол өте қайырымды адам. Уәдемде тұра алсам, соның өзіне риза болады. Сен әлі жассың. Патшалық жүйенің жолы белгілі.
Зорлық, зомбылық, соғыс пен салық, халықты билеп төстеу, құрылыс, осының бәрі зорлықпен ғана жасалады. Бір зорлық екіншісін тудырады. Сиракузаға қайтсаң, сен де патшаның бір құралы боласың. Ошағымен көсеу боп өртейсің. Сенің бойыңдағы дарының патшаға бекініс салуға жұмсалады. Сенің жаңалықтарың қан төгуге әкеледі. Сен осыған дайынсың ба? Патшалардың қатыгез әлемнен жырақта, осындай мамыражай ортада, ғалымдардың үйінде жасырынып жатқаның артық емес пе? Оны қайдан білесіз? Мен аз өмір сүрген жоқпын. Бірақ Архимед ол кезде жас, жақсылыққа деген сенімі мол еді. Оның үстіне әкесі өлгеннен кейін Герон патша жалғыз сырап жүреді. Қасыма келсең, қолдау көрсетемін деп уәде етті. Ғылыммен айналысуға мүмкіндік беремін деді. Әттең Евклидтің айтқан рас болып шығарын ол кезде білсе ғой. Архимед қайтып келе жатқанда теңіз толқып, ескі кеменің құрылысы сыр береді. Бірнеше жерден тесіліп ішке су кетеді. Кеме ішіндегілер күндіз түні су тасып жанталасады. Қимылда, әйтпесе арам қатып өлеміз. Бол, тез! Архимед мыңдаған адамның өмірін құтқарып қалған аспап ойлап табады. Ол сызбасын Геронға көрсетеді. Құрылыс өте қарапайым. Бір тігінен қойылған құбыр бұралмалы қалақшамен айналдырылады. Оны желмен де, қолмен де айналдыруға болады. Айналған сайын төменгі жақтан су жиналады. Ол су бұралмалы жолмен жоғары көтеріліп отырады. Ақыр соңында ең жоғарғы нүктесіне жетіп төгіледі. Мұндай әдіспен суға батып бара жатқан кемедегі суды оңай шығарып тастауға болады. Кейіннен Архимедтің бұл жаңалығы егін суғаруға да қолданылатын болды. Егін піскен кезде патша салықты көтеріп жіберді. Телесила оны алғаш көргенде жігерлі жас еді. Бойынан күш қайраты тасыған, өзіне сенімді, болашағынан үмітті. Алдағы өмірде тек өрлей берем деп сенетін талапты жігіт еді. Архимед, балам, мына бейнеңді әкең көрсе риза болар еді. Кемедегі болған жайды естідік. Уайымдай бастап едік. Сені құдайлар құтқарып қалды. Құдайларыңыз кемені аман алып қалудың сызбасын сызалама? 3 күн бойы су тасумен болдық қой. Бірақ енді жағдай өзгереді. Мына дүниені жасап алсақ, келесі жолы құдайларды мазаламаймыз. Сенің қабілетіңе күмәнданған емеспін. Жүр, серуендеп қайтайық. Әңгіме көп. Жұмыс бастан асады. Айналамызда анталаған жаулар көп. Қалаға кіреберіске мұнаралар тұрғызу керек сияқты. Теңіздегі қақпадан жау кемесін кіргізбейтінде бірдеңе ойлап табу керек. Кешіріңіз, мәртебелі ағзам, мен әскери инженер емеспін, математикпін. Сен осы қаланың тұрғынысың, және оны қорғауға міндеттісің. Евклид осылай болады деп ескертіп еді. Патшалар тек соғысты ойлайды деді. Евклид? Сені ондай адам емес деп бет бақтырмап ем. Евклид мектептен басқа ештеңе басқарып көрген емес. Менің артымда не тұр? Сиракуз қала. Сен екеуміздің қаламыз. Бай қала, сұлу қала. Осы байлыққа көз алартып жүргендер аз ғой дейсің бе? Қаланы тонап, қатындарын күң, еркектерін құл еткісі келетіндер жетіп артылады. Әзірге мен беріспей тұрмын, бірақ ертең не болады? Неге маған жүктеп тұрсың? Өйткені сен дарынды адамсың. Әркім өз қабілетіне қарай қызмет етеді. Зергер Деметриус менің бұйрығыммен алтын тәж жасап берді. Бірақ ол қола мен күмістің де қорытпасын пайдаланады деген қауесет естідім. Тәжге зақым келтірмей, осының құрамын анықтап бере аласың ба? Мұнымен халықтың қауіпсіздігінің арасында қандай байланыс бар? Бізді кім көрінген тонай алатын болса, қауіптенбейді деп ойлайсың ба? Бірақ бұл тапсырма әскери инженердің міндеті емес, солай емес пе? Әлде қолыңнан келмей ме? Қолымнан келеді. Қарт патшаның тілі майда еді. Әрі ақылды адам болатын. Қыңыр бала еркіндігін жоғалтқысы келмейтінін, бірақ халыққа еңбек еткісі келетінін білді. Сондықтан Архимедпен абайлап жұмыс жасау керектігін түсінетін. Телесила, бергел.
Алғашында оған жеңіл тапсырмалар беріп жүрді. Архимед патшаның тәжін зерттеймін деп бас қатырып отырғанда Герон оның артынан Телесиланы жібереді. Архимедке қызмет етесің деп тапсырма береді. Бір жағынан өзіне хабар жеткізіп отыруды міндеттейді. Тым мейірімді болма деп ұсыныс айтады. Кеттіңдер, мен бос емеспін. Архимедтің бар ықыласы тәжге ауып, басқа ештеңеге бас қатырған жоқ. Сен кімсің? Мұнда не істеп жүрсің? Мен Телесиламын. Патша саған қызмет етсін деп жұмсады. Құдайым-ай, белім ауырып қалыпты, басымда көтертпейді. Өйткен сен жерге бүктеліп жатып қалғансың. Тамақ жеп ал, мен шомылуға су дайындап қоям. Түсінесің бе, бұл оңай шаруа емес. Заттың бүлдіріп алмай неден жасалғанын қалай анықтайсың? Қола мен күмістің қорытпасы бар екеніне сенімдімін, бірақ оның мөлшерін қалай анықтаймын? Айтшы, қалайша анықтаймын? Телесила, орныңнан тұршы. Қайта отыр. Эврика! Эврика! Таптым! Эврика! Таптым! Эврика! Таптым! Кешіріңіз. Эврика! Таптым! Таптым! Мен дайынмын. Дайынмын. Архимедке киім беріңдер. Мәссің ғой өзің.
Тәждің шешімін таптың ба? Маған алтын және күміс тиындар керек. Әкел бері. Әкел. Я, осылай. Қазір. Арнасынан асып төгілген суды көріп, шешімін таптым. Тәжге қанша алтын жұмсалса, оның көлемін анықтауға болады. Егер біз салмағы бірдей күміс пен алтынды аламыз, сосын оны суға тастаймыз. Сонда, қараңдар, төгілген судың мөлшері әртүрлі. Енді тәждің де құрамын осылай есептеп шығаруға болады. Міне. Бұл қисынға салсақ, тәж таза алтыннан жасалған болса, одан төгілген судың мөлшері де бірдей болу керек. Алайда тәж күміске қарағанда аз, бірақ алтынға қарағанда көп су төкті. Демек, тәж таза алтыннан құйылмаған. Сөйтіп, тәжді жасаған зергердің алаяқ екені анықталды. Жоқ. Мені кешіріңдер. Мен саған сенімді болдым, балам. Сен расында дарынды жігітсің. Алғысым шексіз. Демек, тек ғылыммен айналысуыма мүмкіндік бересіз бе? Қыңыр десе қыңыр. Солай ақ болсын, босатам. Бірақ, соңғы бір тапсырмамды орындауың керек. Әлемде неше құм бар екенін анықтап бер. Құмды санап біте алмайсың ғой? Әрине. Бірақ, менің кеңдігімді де санап таусалмайсың. Мен саған әскери көлік, мұнара салып, ер деп жатқан жоқпын ғой. Одан қалса біздің егіндегі бидайдан бөлек әлемдегі бидай саны бар. Ол аз десең құмырсқалар мен өзің жақсы көретін жұлдыздар бар. Оның бәрін құдайлар да санап біте алмайды. Қалай? Көнесің бе? Бірнеше жыл өткен соң, патша Архимедті қорқыту үшін солай деді. Бірақ қыңыр жігіт патшаның тапсырмасын қабыл алды. Бұл міндетті орындау үшін өзіне 2 міндет қойды. Алдымен жердің көлемін анықтау керек болды, сосын ондай көлемнің ішіне қанша құм сиятынын анықтау керек болды. Мәселен, оның толтырылған құмыраны алайық. Архимед Александрия кітапханасында отырып, Аристарх Самостың кітабын оқығаны бар еді. Ол әлемнің кіндігі күн деп айтады. Барлық планета күнді айналып жүр дейді. Архимедтің әкесі керісінше ойлайтын. Жұлдыздардың да жеке өрісі бар. Ол да айналып тұрады. Жер мен күннің арасында да жұлдыздар бар. Ол айналып жүр. Яғни біз күн мен жердің ара қашықтығын анықтай алсақ, ол жердің радиусының жартысы болып шығады. Сол арқылы жердің көлемін анықтауға болады. Уақыт болды. Сосын ол жер шарын толтыруға қажетті құмның санын шығарды. Аз емес әрине. Тіпті жаңа символ ойлап табуға тура келді. Ол санды М деген әріппен таңбалады. Арабтар оны 10.000 дереді. Маған сенің көмегің керек. Мен сұраған кезде мыналарды бір-бірлеп бересің, ұста. Бірақ ол үшін жер мен күннің ара қашықтығын табу керек болатын. Бұрын соңды онда есеппен айналысқан адам болған емес. Күннің көзге көрініп тұрған аумағының диаметрін анықтайтын аспап ойлап тапты. Ақыры дегеніне жетті. Әлемдегі құмның есебін шығарды. Ол уақытта басқа ешкім мұндайды ойлап таба алмас еді.
Сенің қолыңнан келмейтін нәрсе жоқ. Мұндайға ешкімнің тісі батпайды. Мен үшін емес, математика үшін. Күмәнім жоқ. Сені қайтсем екен, балам. Патша ағзам маған не керек екенін біледі. Иә, саған ғылым керек. Бірақ бұл мүмкін емес. Кешір, бірақ мен сені босата алмаймын. Босатпа қолыңнан келеді, бірақ тізгіндей алмайсың. Мен құл емеспін. Түсінші, сен қауіпті қарусың. Мен сені бүгін босатып жіберсем, ертең жауларымның бірі сені қолына түсіреді. Қорқытса да, үркітсе де, Сиракузаға қарсы әскери көлік жасауға жегіп қояды. Мен сені де, сенің әкеңді де шексіз жақсы көрем. Сондықтан сені жібер алмайым. Ұстап қаламын деп ойлама. Мен құл емеспін. Сондықтан Архимед құпия түрде Александрияға кетіп қалмаққа бекінді. Кітапханаға барып, алаңсыз ғылыммен айналыспақшы еді. Тоқта, қайда барасың? Патша саған кеңдік көрсетіп отыр. Еркіңнен тыс ұстағысы келмейді. Кетем десең, есік ашық. Бірақ жалғыз кетесің. Кете бер. Мен сені іздеп табамын. Сөйтіп ол Сиракузде қалып қойды. Мен үшін. Ал патшашы Архимедті әскери көлікпен бекініс жасауға жегіп қойды ма? Жоқ, бейбіт заман орнап тұрғанда, қалай өмір сүремін десең де еркің білсін. Бірақ егер соғыс басталатын болса, қала тұрғын ретінде борышыңды өтеуге міндеттісің деді. Геромен арадағы түсініспеушілік Архимедке қолайлы жағдай туғызды. Оның жаңалықтарының бәріне бір оқиға түрткі болды деген болжам бар. Бірде ол Стамахион, яғни балаларға арналған сүйек ойынын ойнап отырып ойға кетеді. Ойынның міндеті көптеген үш бұрыштардан квадрат құрастырып шығару керек. Стамахион деген ойын есіңде ме? Бала кезде ойнап пең? Бұл сүйек ойын бізге көп нәрседен хабар беріп тұр. Үш бұрыш арқылы кез келген жазықтықтың аумағын өлшеуге болады. Ал мен әзірге ең күрделі фигураның аумағын өлшей алмаймын. Өйткені ол әлі де үш бұрыштан тұрады. Үш бұрыштың қабырғалардың ұзындығы белгілі болса, жалпы көлемінде оңай анықтаймыз. Бірақ шеңбердің ауқымын анықтап көргендер бар ма? Біреулер мүмкін емес деп жатады. Бірақ егер біздің қолымызда өте көп жіңішке үш бұрыш болса, шеңбердің де ауқымын анықтауға болады. Түптеп келгенде шеңбер дегеніміз есепсіз үш бұрыштардан тұратын фигура емес пе? Айналдырып тіксек шеңбер болады, яғни үш бұрыштардың кез келген форманың ауқымын есептеуге қабілет деген рас болса, пирамидамызда өлшеуіш құрал, тіпті шарды өлшейді, бірақ дөптіңгілік шар шықпайды. Кедір бұдырын бір жола құтылу мүмкін емес. Дегенмен, егер мен шарды өте кең етіп, призма түрінде құрастырсам, оны таза шар деп атауға болар ма еді? Яғни бұл есепте өте күрделі емес. Мәселен, соны математикалық тілмен жеңіл түсіндіріп, кез келген адам пайдалана алатындай формуламен қалай жеткізуге болады? Сиракуздың ақылгөй тұрғынын қарсы алайық. Ол біздің данышпан Фидия ұлы Архимед. Талай жыл өткен соң Оның ашқан жаңалықтары қаламызға көп көмектесті. Табиғаттың ғажап құпияларын ашып берді. Тегіс фигуралардың тепе-теңдігі, параболаның квадраты және шеңбердің өлшемі, бұралмалар, коноид пен сфероид, судағы дене, механикалық теоремалар әдісі, шар мен цилиндр. Мен өзімді сойыларда басына гүл тақ қойған есек сезініп тұрмын. Менің қандай күйде жүретінімді сезініп көр. Шынын айтсам қорқайын дедім. Алтын торға қамап жатқандай. Қорықпа. Ешкім саған қастық ойлап жатқан жоқ. Сиракуз тұрғындары сені шынымен жақсы көреді. Сен біздің қаламызды Александрия, Афиналармен теңестірдің. Гейрон шынында қайырымды патша еді. Ол сөзінде тұрды. 30 жыл бойы Архимедке ешкім тиіскен жоқ. Математикамен айналысты. Бейбіт заманда қайырымды болу оңай. Бірақ
Рим мен Карфаген түбі ұрыс салмай тұрмаса анық еді. Ал Сиракуз өте бай арал. Кемеге тұрақ бола алады. Егіні бітік, суы мол жер. Жолаушылар мұнда жерге көз салмай тұра алмайды. Карфагендерге қарсы алғашқы соғыста Сиракуз Римге одақтас болды. Екінші шайқаста карфагендіктер алдымен Сиракузды алмақ болды. Біздің ерамызға дейін 225 жыл. Сиракуз. Ганнибал Сиракузды алмақшы деген қауесет жетті. Бұл қала саған 30 жыл бейбіт өмір сыйлады. Қарызды өтейтін кез келді. Мен Сиракузды қорғап қалуға еңбектенемін. Мыналар үшін, немерең Героним үшін, Сиракуздегі барлық балалар үшін. Математик ел билеушінің өмірлік мәнін 50 жылдан кейін түсінді. Архимед бұл жолы барын салды. Бұрышты, жазықтықты, күшті анықтауға жасаған зерттеулерінің бәрі нақты іске қажет болды. Енді қала халқының тағдыры осы жұмысқа тәуелді болып тұрды. Отанын қорғаушы сарбаздардан қауіпті ешкім жоқ. Бірақ оның карфагендіктерге қарсы тұру үшін жасаған соғыс аспаптарының бәрі бізге қарсы қолданылды, яғни римдіктерге, одақтастарына. Неге бұлай болған өзің де білесің. Герон Римнің адал серігі еді. Бірақ ол қайтыс болып кетті, ал оның мұрагерлері Сиракуздың тағдырын ойыншыққа айналдырып жіберді. Патшаның бір немересі қалаға Карфагеннің бір топ әскерін кіргізіп жібереді. Мақсатым екі елді бітімге келтіру деп айтады. Көрдің бе? Жау сырттан келмеген екен. Бұдан кейін қаланы аман алып қалу мүмкін емес. Мүмкін емес, бірақ бізде Архимед бар еді. Ол оқ жаудыратын, тас ататын, катапульттер мен анагерлер ойлап тапты. Олардың жаяу әскер мен атты әскерді жайпап өтетін шағын түрлерін, кемелерін суға батыратын үлкен түрлерін жасады. Үлкен арбалетке ұқсайтын катапульт бар. Ол ауыр тастарды бұршақша жаудырып жауға тыным бермейтін қару еді, ал катапульттердің үлкен шалғай қашықтыққа алып тастарды лақтырды. Тасқын емес, майға бөктірілген шөмеле атып жау кемесін отқа орайтын. Ал Архимедтің қолдары суда кетіп бара жатқан кемеге ілмек лақтырып төңкеріп тастайды. Оның артында алып катапульттер тұрады. Оның алдында анагерлер. Азқан дәлдікпен ұшатын қаруларға қарсы тұру оңай емес. Лап берген жауды Архимедтің кеме құлатқыш қолдары қарсы алады. Өзінің айтуынша бұл аспаппен суға батқан кемені жалғыз адам суырып шығара алады. Сиракуз тұрғындары жұмылып іске кірісті. Ертең сыр беріп жүрмес пе екен? Судағы кемені бір адам алып шығала ма? Жоқ, бұл аспаппен судағы кемені бір адам алып шығалады. Біздің сарбаздарға осындай ғана күш жетеді. Қалған аспаптар өзі реттейді. Бір адам деймісің? Маған ұзын тірек беріп, оның кіндігін тауып берсең, әлемді төңкеріп жіберемін. Өте қарапайым дүние. Бірақ бұл нәрсе бүкіл әлемді өзгертіп жіберу мүмкін. 50 жылдан кейін патша математиканың не үшін керектігін түсінді. Иә. Біраз уақыт өткен соң Архимед пен патша бекіністі күшейту үшін талай жыл еңбектенді. Жұмыс бітуге таяғанда
Қарт патшаның да өмірінің ақыры таяды. Таққа оның немересі Героним отырды. Героним, балам, енді жауапкершіліктің бәрі сенің мойныңа түседі. Герон, достым, сәлем бердім. Қорғаныстағы жұмыстар қалай жүріп жатыр? Жұмыс бітті. Қалғаны Ұсақ-түйек. ұсақ-түйек жөндеулері қалды. Енді не тапсырасыз, мәртебелі ағзам. Қаламызға бас көз бол, Архимед. Айтқаныңыз болсын. Көп замай Герон қайтыс болды. Таққа жас Героним отырды. Бірақ ол ұзақ отырған жоқ. Оған қастандық ойлағандар көп болды. Қарабасын ойлаған кеңесшілері тәжірибесіз баланы арандатып, Риммен жауластырып қойды. Есесіне Карфагенмен одақтасты. Сондықтан Рим шпиондары оны өлтіріп тастады. Ганнибал Сиракузеге осы қалада туылған екі қолбасшыларын жіберді. Олар Гиппократ пен Эпикит. Олар қаланы римдіктерден қорғауы керек. Басталды. Алғашқы шеп. Атыңдар. Екінші шеп. Атыңдар. Қаруды көтер. Біз жеңдік. Мұналар шегініп жатыр. Математика жеңді. Әзірге. Сарбаздар қорқып кетті. Тастардың қайдан ұшып жатқаны белгісіз еді. Сиракузды құдайлар қорғап жатқандай сезілді. Құдайлар емес, математика. Осы сөзді Архимед жиі қайталаушы еді. Құлағымда қалып қойыпты. Дегенмен Гиппократ қателесті. Біз жеңілген жоқпыз. Біз күш жұмылдыру үшін шегініс жасадық. Архимедке бұл ауыр тиді. Римдіктер бұғанда төтеп беріп, қайта шабуылдай бастады. Гиппократ ақмақ. Мен бар болғаны уақыт шегердім. Римдіктер шалғайда күтіп отыр. Ол жерге катапульттың қолы жетпейді. Еш қайсы. Таптым! Ол тағы бір айлаға көшті. Римдіктерге қарсы тұрудың амалын тапты. Оның бұл жоспары күнмен байланысты. Қала тұрғындарының бәрі айналарын жинап әкелуі керек. Сондай-ақ
Мыс дүниелерді үлкейтіп жалтырату керек, сол арқылы күн сәулесінің бағытын бұрмақшы. Кім білсін, кім білсін. Тоқта! 12 градус. Мына шал асықпайды. Шалдардың асығуға уақыты жоқ мырса. Сонда не болды? Келес Құдайдың рахымын күтеміз. Жеңіс үшін! Жеңіс үшін! Жеңіс үшін! Жеңіс үшін! Бірақ біз кеткен жоқпыз. Диметриустың ұлы оңбаған Полимон алтынға бола Римге сатылып кетті. Гейрон оның зергер әкесін тәж жасайым деп алтын ұрлаған үшін жазалаған. Сондықтан Полимон оңай сатылып кетті. Шындап келгенде ол кек алғысы келді. Өз қаласынан кек алғысы келді ме? Әсіресе Архимедтен кек алғысы келді. Марцел сенің күйеуіңді өлтірмеуге бұйырған. Маған қарсы тұруға дәті жеткен әскери данышпанмен бірге отырып, сусын ішуге келдім. Өзің шебер, мен жауынгер емес, математикпін. Сен үйіңді жанкешті сарбас сияқты қорғадың. Римді жеңу үшін Архимед керек, ал жеңілу үшін бір сатқын да жетеді. Менің қаламда сатқындар мен римдіктер қиратты. Дәл қазір мен жауынгер емес, ғалым болғаныма күйініп тұрмын. Осы тұрған күйіңде менмен шайқасып тұрсың. Бөлмеңе тағы бір арбалет немесе катапульт жасырып қойған жоқсың ба? Міне оның қаруы. Жоқ! Архимед. Архимед. Жоқ. Архимед. Осы қан төккеніңде жетер. Осылайша ол Архимед те өмірмен қош айтысты. Мен де жауынгер емеспін, жазушымын. Соғыспен жеңіс іздеген адам емеспін. Бұл тарихты қайда қалдырасың? Александрияда үлкен кітапхана бар. Түптің түбінде сол жерге барғысы келді емес пе? Ақыры сол жерге де жетті.
ендігі өмірі, бақыттары баянды болар. Өз сияқты арманшылдар мен ғұламалардың арасында жатсын. Архимедтің айтқан бір сөзі бар еді. Маған дүниенің кіндігін беріңіз, мен әлемді төңкерейін деді ол. Сол айтқанын орындады. Ғылымға сүйеніп, ол әлемді төңкерді. Енді бұл әлем бұрынғы күйіне әсте түспейді. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2018 жыл.